Қайырлы кеш. Жақсы естіліп тұр ма? Соны айтып жіберсеңіздер. Жақсы естіліп тұр ма, команда? Үшінші күтіп жасаймыз. Қайырлы кеш, команда. Осы прямой эфирда сіздерді көріп отқаныма қуаныштымын өте. Сіздерге менің берген білімім пайдалы болады деген үміттемін. Егер де қатып қалса, қатып қалды деп айтыңыздар, жарайды ма? Бірақ менде Wi-Fi жақсы ұстап тұр, интернет. Болды, уже 5 минут кетті. Қалғандары по ходу қосыла береді. Мен өзімді таныстыра кетейін біріншіден. Кеш жарық баршаңызға. Менің есімім Демеубаева Гаухар болады. Жасым 27-де, өзім Шымкент қаласында тұрамын. Осылай өзімнің табысымды табудамын. Осылай өзімнің бизнесімді жүргізудемін. Себебі мен үйде отырған анамын. Мен ешқайда шыға алмаймын, сондықтан мен үйде осылай әдемі бизнес жүргізіп отырмын. Енді сіздер де бұл жаңағы компанияға тіркелген соң, компанияның жаңағы партнері болған соң, осы мен берген білімім сізге пайдалы болады деген үміттемін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз «Как запрограммировать себя на успех». Успехқа жету үшін қандай іс-әрекет и қалай ойыңызды өзгерту керек, соны бүгін айтатын боламын. Және де бүгінгі біздің сабағымыз кішкене прям компанияның несімен байланысты емес, кішкене психология ол. Коуч емеспін, бірақ өзімнің білгенімен сіздерге бөлісетін боламын. Енді бұл компанияға мен қалай келдім, я? Көбілердің, мысалға, көбіміз енді қыз келіншекпіз ғой, енелері қарсы болып жатса, бұл компанияға мені өзімнің енем алып келген болатын. Басында мен өте қатты скептик адам болдым. Мен сенбедім бұл компанияға. Мен вообще бұндай сетевойға лохотрон деп ойлайтынмын. Себебі бұрыннан бері жаңағы кәдімгі қарапайым офиста жұмыс жасап, солай айлық алып үйреніп қалған адам едім. Бірақ енем енді үлкен возрасттағы кісі болғандықтан, в основном енді жас қыз келіншектер істейді ғой. Жаңағы сондықтан мен істей алмаймын ау деп ол жаңағы маған көрсете бастады. Мен ой, мама қойыңызшы деп вообще менсінбейтінмін, шыны керек, басында. Сосын ары қарай уже түсіне бастадым, что бір қарадым, бір тыңдап көрдім, бір қарадым, бірде мысалға ол айтып келеді, Ғазиза деген бар екен, жаңағы Мерей деген бар екен деп. Сосын ары қарай уже түсіне бастадым мен. И
мысалға осы бизнестің әрбір адамның өзінің жолы болады дегендей, солай мен Мөлдір ханымның командасына тіркелген болатынмын. Енді бүгінгі біздің тақырыпқа көшетін болсақ, как запрограммировать себя на успех, я? Успехқа қалай жету керек? Біріншіден, успех дегеніміз не? Соны мен ерінбей бүгін енді сабаққа дайындалған кезде Google-ға жазып көрдім. Успех дегеніміз, міне қараңыз, орысша достижение поставленных целей в задуманном деле дейді. Өзіңіздің алдыңызға қойған мақсатыңызға жету. Яғни әркімге успех ол әртүрлі болып табылады. Мысалға, біздің компанияға келгенде мынаған жетіпті деген салыстыруда өтеді ғой бәрі. Бірақ өзіңізді басқа лидермен, үлкен лидермен салыстырудың қажеті жоқ. Себебі әркімнің өзінің жолы әртүрлі бұл бизнесте. Біреу 6 айда жетеді, мысалға бриллиантқа, біреу 2 жылда жетеді дегенде. Сондықтан сіз өзіңізді тек қана сіз кеше қандай болдыңыз, бүгін қандай іс әрекет жасадыңыз, солай өзіңізді бұрынғы өзіңізбен салыстыра көріп, солай алға талпынасыз. Егер де сіз кешегі өзіңізге қарағанда өзіңізге бүгінгі ұнап жатсаңыз, әрине бұл успехқа сіз алға талпынып жатырсыз деген сөз, иә? Сондықтан бұл жерде енді қараңыздар, жетістікке жету үшін іс әрекетімізбен біздің ойымыз тығыз байланысты, иә? Мысалға, қазіргі таңда барлықтарыңыз білесіздер, жаңағы психологтар, коучтар өте көп болып кеткен, иә? Сол кісілер үйретеді, иә? Мысалға, медитация үйретіп жатады, визуализация үйретіп жатады, жаңағы әртүрлі техникаларды үйретіп жатады. Бірақ егер де сіз компания іс әрекетін жасамайтын болсаңыз, сіз жетістікке жету сізге қиын болады, иә? Сондықтан жаңағы іс әрекетті ұмытпаймыз. Компания сізге қойып отырған өзінің условиясы бар. Біріншіден ол оқып үйрену, сосын тұтынасыз и компанияға рекрут жасайсыз, яғни команда жинайсыз, иә? Адам шақырасыз деген сөз. Сондықтан ол іс әрекет обязательно міндетті түрде болу керек. Күнделікті жасайтын болсаңыз, әрине жетістікке сіз келе жатырсыз деген сөз, иә? Енді кішкене қысқаша тоқталып өтемін әрбір іс әрекетке, иә? Жаңағы үйрену туралы, ол туралы мысалға ол бөлек сабақ керек, иә? Сондықтан мен жаңағы қысқаша айтып кететін боламын. Бірінші ол үйрену, иә? Мысалға, осындай вебинарлар көре отырып сіз өсесіз. Осындай вебинарлар көру керек міндетті түрде. Қазір кешіріңіздер. Тұтыну ол міндетті түрде, иә, компанияның тұтынушы болып табылу керекпіз. Себебі біздің күнделікті қолданатын заттар біреудің магазиннен алып бизнесін жүргізгенше, одан да өзіңіздің онлайн магазиннен сатып алуды өзіңіз үйренесіз біріншіден, сосын басқаларға да үйрететін боласыз. Енді мысалға мен өзім қандай вебинарларды көріп, мен өзім Ирсана Магомадова, сол кісінің вебинарларын көріп өстім, и сол кісінің вебинарлары өте ыстық болып табылады маған, иә? Өте керемет білім береді, иә? Егер де мысалға қандай вебинар көремін деп өзіңізге сұрақ қоятын болсаңыз, хотя бы 2-3 вебинарын көріңіз Ирсана Магомадованың. Жаңағы команда рекрут қалай жасау керек, және успешный старт деген сондай вебинарларын көріп шығыңыз. И және рекрут жасау, ол енді бөлек тақырып, оған қатты мен тоқталып өтпеймін, себебі ол оған кәдімгідей уақыт бөлу керек болады. Уақытымыз шектеулі болған соң, мен қатты тоқталмаймын оған. Және өте күшті біздің жаңағы
рекрут жасауға өте қатты көмек беретін ол личный бренд. Личный брендті дамыту бізге ол әрбір партнер жаңағы міндетті деп ойлаймын. Мысалға қазір барлығы Инстаграмда отырады, иә. Инстаграмда отырып, мысалға біреудің жаңағы не істеп жатқанын бақылағанша, немесе мысалы әрбір жұлдыздар не істеп жатыр, иә, соны көргенше лучше өзіңіздің личный брендіңізді дамытыңыз, иә. Личный брендті қалай дамытасыздар? Ол туралы тоже бөлек, ол өте үлкен тақырып. Бірақ мен сізге қысқаша айтып кетемін. Мысалға, личный брендті қалай дамытамыз? Өзіңіздің күнделікті істеп жүрген іс-әрекетіңіз, иә, тамақ істеп жатырсыз, жаңағы соны түсіріңіз сториске, прогулкаға шықтыңыз дегенде, иә, егер де сіздің заказыңыз келіп жатса, иә, соны мысалға көрсетсеңіз болады. Оның өзі сізді жаңағы басқалардың қасында уникальный етеді. И солай сізге адам тартылатын болады, әрине. Даже егер де сізге келмесе де, мысалға сізді бақылап жүретін болады, сіздің стористеріңізді көреді обязательно. Кейін мысалға сіз үлкен жетістікке жетіп жатқан кезде ол кісі сізге міндетті түрде айналып қайтып келетін болады. Енді ойымызды қалай өзгертеміз, қыздар? Шыны керек, осы компанияға мен больше жаңағы беріп жатқан ақша үшін емес, мен өзім өзгеріп жатқан жаңағы өзімнің жан дүнием қалай өзгерген, соған бұл компанияға өте қатты, өте үлкен рахметімді айтамын. Себебі мен қазір мысалы 1 жыл бұрын келген қандай адам болдым, и қазір мен қандай адамын, өте басқаша, екі түрлі адам сияқты, иә. Біріншіден, менің ойым өзгерді. Себебі мысалға позитивный ойды ойлау үйрендім мен. Себебі бастапқыда мысалға қалай ойлайсың? Негізі мен тіркелген кезде, ой, у меня не получится деп спонсорыма солай айтатынмын постоянно. 3 ай бойы солай айтып отырдым. Сосын мен уже ояна бастап вебинарлар көрдім. Уже менің ойым өзгере бастады. Сондықтан бұл жұмыс, қыздар, біздің қандай ой ойлаймыз, соған байланысты ғой. Негізі, мысалға, позитивный ойлайтын болсаңыздар, позитив бір-біріне қосылады. Егер де негатив ойлайтын болсаңыздар, негатив үстісіне қосылады. Сондықтан соны всегда естеріңізге сақтап жүріңіздер. Бұл компанияға келгелі мен өз-өзіме қарауды үйрендім. Мысалға, бұрын басқаша еді, қазір өз-өзіңе басқаша қарайсың. Негізі Oriflame өте қатты өзгертеді, соған мен өте қуаныштымын. Негізі біздің қазақ еліне, қазақ келіншектеріне өте керемет жұмыс деп ойлаймын. Себебі әйел адам тек қана бізде жақсы жаққа өзгереді. Енді ең бірінші, мысалға, көп кітаптардың арасында әртүрлі техникалар бар. Мысалға, мен өзім психолог емеспін, мен коуч емеспін, мен бұрыннан бері келе жатқан жаңағы мен наукамен айналыстым, мен постоянно осындай найм дейді ғой, найммен офиста жұмыс жасап жүрген адам болатынмын. Сондықтан бұл жерде енді қараңыздар, ойды қалай өзгертеміз. Көп кітаптардың арасында, мысалға, техника, визуализация, жаңағы, анан жасаймыз, мынан жасаймыз. Мысалға, мына психологтың страницасына кірсек, ол басқа нәрсе айтып жатады. Ана коучтың парақшасына кірсек, ол жаңағы басқа нәрсені айтып жатады дегендей, мына көп кітаптардың арасында ең бірінші ол кездесетін ол шүкіршілік ету, ол техника благодарности деп аталады. Егер де сіз қазіргі таңда өзіңіздің жаңағы айналаңызда болып жатқан, мысалға, мен тұрдым азанда, Құдайға шүкір, жаңағы рахмет, осы күнімді көріп отқаныма деп рахмет айтпасаңыз, сіздің жаңағы қазіргі жағдайыңыз одан сайын жақсара кетеді. Солай айтатын болсаңыз.
егер де шүкіршілік етпесеңіз, наоборот, ол как негативный энергия болып есептеледі да, наоборот, ол азая бастайды сіздің жағдайыңыз, иә. Сондықтан қазіргі таңда осындай техника благодарности деген өте қатты дамуда. Мысалға, азанда тұрған кезде, қайсымыз азанда тұрған кезде, Алла, осы тұрғаныма рахмет, менің денім сау, бала-шағамның дені саулығы өте мықты, менің тұратын үйім бар, жаңағы дегендей, өзіңіздің жаңағы благодарностіңізді айтасыз, шүкіршілігіңізді айтасыз, рахметіңізді айтасыз, жаңағы вселенныйға айтасыз ба, Алла тағалаға айтасыз ба, ол маңызды емес. Самый главный өзіңіздің рахметіңізді ол білдіру. Сол кезде сол жаңағы мынау қанағат етіп тұр екен дейді да, сол кезде ол сіздің жаңағы қазіргі жағдайыңыз күннен күнге жақсара береді. Ол доказанный нәрсе, қыздар. Сондықтан ол біздің философ болған ғой, қазіргі бар таңға шүкіршілік ету дегеніміз, ол біздің бұрыннан бері келе жатқан, біздің техника ғой, мысалға, бұл да техниканың бір түрі. Сондықтан азанда тұрған кезде, ұйықтардың алдында соны айтуға ұмытпаңыздар. Енді қараңыздар, ойымызды қалай өзгертеміз, мен айтып жатқаным қазір ойымызды қалай өзгертеміз. Осы компанияға келген кезде, егер де өзіңіздің ішкі жан дүниеңізді өзгертемін деген болсаңыздар, мен өзімнің қазір жүрген, мысалға, мен техника деп те айтпаймын, мен приемдар деп те айтсақ болады, жаңағы жетістікке жеткен партнерларға завидовать етпейміз. Ішкі жан дүниеңізге қуанатын болсаңыздар, әрине бұл өте керемет жаңағы бір техникалардың бір түрі болады. Себебі зависть деген ол жаман нәрсе, даже мысалы белый зависть, черный зависть деп айтып жатады ғой, ол дұрыс емес негізі. Біреуге завидовать еткенше, лучше сол адамға, мысалға, шын жүректен қуаныңыздар. Сол кезде Алла да сізге соны қайтарып беретін болады. Және үшінші, қыздар, ең қарапайым простой тұр, мысалға, простой ол техника, ешқандай бұл жерде секрет жоқ. Кітап оқимыз, қыздар. Кітап, әртүрлі кітаптар бар, қазіргі таңда жаңағы айтып отырмын ғой, психолог, коучтар өте көп болып кеткен. Мысалға, мен өзім, міне қараңыздар, мен мына жерге өзімнің постоянно, как настольный книга деп айтады ғой, айналып келіп оқи беретін міне кітаптарым бар өзімнің. Міне Джон Кехо деп аталады. Все деген кітап. Сосын міне Наполеон Хилл, міне қараңыздар, «Думай и богатей» деген кітап. Богатый папа, бедный папа. Он барлығы білетін шығар, қыздар. Егерде кітап сатып алуға мүмкіншілігіңіз болмаса, мысалға да, ондай да жағдай болады. Жаңағы аудио книгалар бар, немесе жаңағы интернеттен скачать етіп алып оқысаңыздар да болады. Бірақ мынау кітаптың, қағаздың бүйтіп оқығаныңызға былай ештеңе жетпейді, мен шын айтам. Сондықтан, қыздар, кітап оқыңыздар. Ол кітапта әр автор әртүрлі айтады жаңағы техникаларды, бірақ смысл бірде. Егер де ойыңыз постоянно позитивта, ойыңыз жақсы ойлап жүретін болсаңыз, әрине жаңағы оның бәрі еселенеді, сізде. Егер де негативте жүретін болсаңыз, негатив үстісіне қосылып кете береді. Ол неге? Вселенныйдың жаңағы 7 заңы бар дейді, энергия заңы бар дейді. Сіз қандай энергияны жаңағы сыртқа шығарасыз, позитивный энергия шығаратын болсаңыз, ол сізге қайтып келеді. Негативный энергияны шығарсаңыз да, ол сізге қайтып келеді деген сөз. Сондықтан жаңағы Вселенныйдың 7 заңы бар. Соны оқып, мына жерде, мына подсознание может все дегенде бар, негізі өте керемет кітап. Мен мысалға соны қайтадан оқимын да, просто мотивация алу үшін, қыздар. Онда тұрған ештеңе жоқ. Бұл компанияның кереметтігі сізді жақсы жаққа өзгертеді. Сол өте күшті.
Енді қыздар, келесі ол біздің ойымыз қайырымдылық және садақа беру. Қайырымдылық пен садақа беру. Енді әркімнің жағдайы әртүрлі. Қайырымдылық ол сіз өзіңіз үшін жасайсыз. Қайырымдылық жасауға кейбіреулерде жағдайы бар, кейбіреулерде жағдайы жоқ, иә. Садақа деген ол тек қана ақша емес, қыздар. Садақа дегеніміз ол мысалға өзіңіздің кимейтін қалып кеткен киімдерді мысалға көріп жүрсіз ғой, енді соседтеріңіз ол мүмкін болатын шығар, немесе мешітке апарып берсеңіз болады. Жаңағы таза кимейтін киімдеріңізді солай керекті адамдар алады, иә. Оның өзі де садақаның түрі болып есептеледі екен. Және де жақсы сөзіңіз ол да садақа болып есептеледі екен. Мен шыны керек осы компанияға келмей тұрып, мен қайырымдылық және садақа туралы мүлдем ойланбайтын едім. Мүлдем ойланбай едім, даже вот ойыма да кіріп шықпаған. Осы компанияға келіп мен кішкене ойлана бастадым. Жаңағы садақа беруді, садақа бұрыннан бері бересің ғой, бірақ мынау садақа жақсы сөзің де, басқа біреуге даже сөзбен, ісіңмен көмектесетін болсаң, мысалы, оның өзі де садақа болып есептеледі екен. Сондықтан қыздар, қанша жақсы іс жасайсыздар, соған байланысты сізге Алла тағала қайтарып беретін болады, иә. Енді нақты қандай техникалар жасауға болады, мен қазір кішкене тоқталып өтем. 3-4 менде техника бар. Мен жаңа қысқаша просто айтып кеткенім, ол сізде жаңағы не түрде өтеді ғой, произвольный түрде өтеді, қыздар. Жаңағы мысалға техника благодарности, просто рахметіңізді айтасыз, иә. Енді жаңағы ойды өзгертуді біз айтып жатырмыз. Негізі каждый біздің ойлаған ойымыз, оказывается, мынандай, ол ойдың энергетикасы қандай екен. Каждый ой жаңағы физический воплощенияға, жаңағы айналуға талпынып тұрады екен. Мысалға, ол күніне мысалы біздің мыңдаған ой ойлаймыз, иә. Біз даже контролировать етпейміз ойымызды. Мысалға көп затты ойлаймыз. Бала шаға тамақ істеу керек, ананы істеу керек, мынаны істеу керек деп ойлаймыз. Командамен хабарласу. Бізде өте көп қоя ойымыз миымызда. Бірақ енді қараңыздар. Сол ойды қалай физический воплощенияға айналдыруға болады дейді. Физический воплощение дегеніміз, ол сол ойды қалай өмірге келтіруге болады. Мысалға, сізде ой туындады. Мен машина алғым келеді, иә? Қандай машина? Сол машинаны ойдан действительно кәдімгі өмірдегі машинаға айналдыру үшін оны күнде қайталау керек екен, ол ойды. Сол кезде жаңағы вселенная дейді ғой, соның заңы бойынша ол сіздің ойыңыз неге айналады екен, физический воплощениясын табады екен, иә. Енді сол жаңағы техникалардың бірі, ол барлығыңыз естіген шығарсыз, иә, визуализация деп аталады. Визуализация дегеніміз, ол сіз ойша өзіңізге керекті затыңызды ойлайсыз. Жаңағы көзіңізді жұмып представлять етесіз. Оны любой уақытта істесеңіз болады. Азанда болсын, кешке болсын. Самый главный, сіз жаңағы расслабленный түрде болу керексіз. Басқа сізді ештеңе беспокоить етпеу керек. Және 5-10 минут жасайсыз. Ол қатты андай жарты сағат, 1 сағат істейтін техника емес, қыздар. 5-10 минут ойлайсыздар. Мысалға, мен қазір өзім ойымды айтайын, иә. Мен осы компанияның бриллиантты директоры болғым келеді. Сонда чекті алып атқанымды, соның бәрін ойлап, өзіме мысленно ойша представлять етем, иә. Сол техника визуализация деп аталады. Сосын оны қараңыздар, қыздар, чем 1 аптада жарты сағат істегеннен көрі күнде 5-10 минут жасаймыз. Сол кезде результат болады. Бір ойды каждый день 5 минут қайталайтын болсаңыздар, әрине ол жаңағы өзінің несін табады, иә?
қалай выходын табады. Енді келесі жаңағы техниканың бір түрі, ол метод закладки мыслей деп аталады. Метод закладки мыслей деген ол деген не? Ол в основном сіздің жаңағы мысалға жеткен кезде сіз қандай эмоцияда боласыз, иә? Мысалға сценада тұрып сізді награждать етеді, мынандай чек, мысалы $6,000, $8,000 чек алып жатырсыз, сонда қандай сезімде, өзіңіздің қуанышыңыз или аяғыңыз дірілдеп жатыр ма, қолыңыз дірілдеп жатыр ма, жүрегіңіз дүрсілдеп жатыр ма, иә? Соның бәрін сіз барынша елестету керексіз. Ол үшін мысалға сізге медитация көмектесу мүмкін. Бірақ метод закладки мысли дейді ғой, оны жасау жаңағы визуализацияға қарағанда оны жасау кішкене қиындау, қыздар. Мен шыны керек өзім жасаймын, бірақ мысалға егерде мені бірдеңе отвлекать етсе, мен оны жасай алмай қаламын. Сондықтан ол техниканы, қыздар, қалай жасаймыз? Ол техниканы міндетті түрде жаңағы расслабленный кезде жасаймыз. Сізді ештеңе беспокоить етпеу керек. Одан бөлек қандай эмоцияңызды елестету керек міндетті түрде. Егер де ол эмоцияны өзіңізден былай өткізбейтін болсаңыз, ол техника жұмыс жасамайды. И уже соны как алғанда есептейсіз. Мысалға үй алғыңыз келеді, иә? Үй алғыңыз келсе, сол үйде жүргеніңізді елестеп, қандай сіз сезімде, қандай жаңағы эмоцияны испытывать етіп жатырсыз, соны уже представлять ету керексіздер. И жаңағы визуализация сияқты оны чем бір айды берсаны көріп, күнде жасайтын болсаңыз эффект болады. Күнде, каждый день повторение. Ой деген нәрсе повторенияны жақсы көреді. Неге? Мысалға, осы компанияға келген кезде маған спонсорым айтты, оранжевый дәптерді алып, сол оранжевый дәптерге мен бриллиантпын деп күнде мысалға 100 рет жазасын. Оказывается, соны 100 рет жазғаннан повторением, ой повторяться етіле береді, иә? Ол, оказывается, соған сен каким-то образом келесің, иә? Әрине ол үшін сен іс-әрекет жасайсың ғой енді, иә? Жасау керек. Бірақ сіздің ойыңыз уже өзгере бастайтын болады. Және де келесі жаңағы техниканың бірі, ол утверждение дейді ғой. Утверждение, одан бөлек кейбіреулер оны аффирмация дейді. Мен өзім аффирмацияның енді түрі болады ғой, бірақ бұл кішкене басқаша техника. Утверждение дегеніміз, мен психолог емеспін. Утверждение дегеніміз, ол не обязательно сену, жаңағы техниканы айтып өттім ғой. Мысалы, спонсорым Гүлсім ханым айтып, жазып шық, просто жаз. Сен сенбесең де оған миың кейін сенетін болады, но сен жазу керексің оны. Ол бір техниканың бір түрі деп маған түсіндіріп айтты, иә? Сол кезде, оказывается, бұл оранжевый не шақырады, ақша шақырады, қыздар. Неге? Оказывается, специальный техника бар, утверждение деп аталады. Сіз не обязательно ол жаңағы неге сену. Мысалға, егерде сіз машина алғыңыз келсе, обязательно, мысалға, қағаздың бетіне түсіріп жазсаңыз да болады. Мен мысалға мынандай машина алғым келеді, Mercedes, там S-класс деген дейді. Өте керемет жаңағы техниканың бірі болып есептеледі. Сондықтан, қыздар, бұл жерге келген кезде, бұл просто, қыздар, мен айтып жатқаным, мен өзімнің жасайтын техника. Бұл даже психолог, коучтардан алған жоқ. Мен мысалға оны мына кітаптан алдым. Подсознание может все, я? Джон Кехо. Сосын Наполеон Хилл тоже өте керемет. Мынау кітаптардан алып отқан зат. Бұған специальный знание, оған ештеңе де керек емес, я? Просто мен өз-өзімді дамытқым келді. Поэтому кітап оқыдым. Сондықтан кітап міндетті түрде оқимыз, қыздар. Келесі бізде өте
көп соған байланысты көбісі солдан кетіп қалады біздің компаниядан. Самооценка дейді. Өз-өзіңізге сенімді болу. Өз-өзіңізге жаңағы сенім арттыру. Сізден басқа өз-өзіңізге сіз сенбейтін болсаңыз, сізге ешкім сенбейді. Ол жаңағы энергияның законына да байланысты. Өзіңіздің самооценкаңыз төмен болса, әрине сізге ешкім сенбейтін болады. Мысалға, адам шақырған кезде ол сіздің біліміңізге келмейді ғой ол адам. Ол сіз даже қандай дәрежеде, бұл компанияда қандай жетістікке, сіз ауызбен мүмкін мысалы суреттерін көрсетіңіз, но по сути сіз ол адамға ұнап тұрсаңыз, ол сізге келетін болады, ол сізге тіркеледі, ол адам сізге, мысалға, ол сізді ұнатпаса, ол тіркелмейді деген сөз, міндетті түрде симпатия болу керек. Сондықтан жаңағы басқа кісілерге ұнау үшін самооценкаңыз жоғары болу керек, қыздар. Даже мысалға қазіргі таңда осы компанияда жұмыс жасап жатқаныңыз, ол өте керемет жетістік болып жаңағы есептеледі. Себебі бұл Алланың берген бағы, Алланың берген бағы. Солай қабылдай біліңіздер, қыздар. Өз-өздеріңізді жақсы көріңіздер. Себебі өз-өздеріңізді жақсы көрген адам, ол басқаларды жақсы көретін болады. Өзіңізді жақсы көрмей күтінбейтін болсаңыз, әрине жұмысыңыз да жүрмейді, сондай болады. Эфирді сақтайым, қыздар. Енді кішкене айта кеттім, қыздар, мен психолог, коуч емеспін, сразу айтып жатырмын. Бұл просто мен өзімнің жасайтын күнделікті техникаларым, күнделікті жасайтын іс-әрекетім. Ол көп уақыт алмайды күнде. Ол мысалға, мен 2 рет жасауға тырысам, мысалға, азанда кешке ұйықтардың алдында мен өзім жаңағы визуализациямды жасаймын, сыбырлап өзімнің аффирмациямды жасаймын, айнаға қарап тұрып, жаңағы, өзіңіздің список желаний, ол туралы да ұмытпаңыздар. Ол да бір бөлек керемет техникалардың бірі болып есептеледі. Жаңағы 100 мақсатыңызды, 100 желанияңызды жазу деген, сол өте тоже керемет техникалардың бірі болып есептеледі. Қандай техника бар, соны жасай беріңіздер. Себебі енді біреуі жұмыс жасайды, біреуі жұмыс жасамайды деген неде. Сосын сіз техниканы қалай көңіл күйде жасап жатырсыз, ол да өте қатты маңызды. Себебі жақсы көңіл күймен жасайтын болсаңыз, әрине ол техника жұмыс жасайды. Настроениеңіз болмай, мысалға, или отвлекация жасайтын болсаңыз, ол техникалар жұмыс жасамайды, қыздар. Сіз өз-өздеріңізге мынандай осындай состояние болу керек та, окрыленный состояние, күліп жүру керек, жаңағы өзіңіз позитивный энергия излучать етіп жүру керек. Сол кезде даже егер де бұл компанияда жұмыс жасап, пока айлық алмайтын болсаңыз да, сіздің айналаңыздағы күйеуіңіз, енеңіз, ата енеңіз, уже сіздің өзгерісіңізді байқайтын болады. Сіз қандай көңіл күйде жүрсе, мысалы, өлең айтып жүріп, тамақ істеп жатырсыз, ол өте керемет жетістіктің бірі болып есептеледі, қыздар. Себебі сіздің ішкі жан дүниеңіз өзгеріп жатыр, Жұмыс жасауға міндетті түрде каталог постоянно болу керек, қыздар. Міне, всегда қасыңызда. Сосын жұмыс жасау үшін сізде міндетті түрде көп новичоктар оны білмейді. Мынандай зат шығарасыздар, инфолисток деп аталады. Командаңызбен бірге жұмыс жасау үшін. Ол жақта мысалы, сіздің астыңдағы партнерлардың және телефон номер бәрі жазылып тұрады. Командамен хабарласу үшін, обзвон міндетті түрде. Сондықтан бұл жаңағы техникалар жұмыс жасау үшін сіздер білесіздер,
іс-әрекет. Ол іс-әрекет мысалы алма піс аузыма түс деп ол отырмайды, міндетті түрде рекрут жасайсыздар, жаңағы өзіңіздің тапсырысыңызды жасайсыздар, иә. Үйренесіздер бұл компанияда, бірақ соған бөлек мынандай керемет трансформациядан өту керек. Неге бұл бизнесте мен айтуға ұмытып кетіппін. Бұл бизнесте көбісі шыдамай кетіп қалады. Себебі, мына басқа бизнеспен салыстырған кезде, басқа бизнес деп айтпай қояйын, жаңағы мұғалім боласыз ба, офиста жұмыс жасайсыз ба, жоқ ол. Бұл бизнеске келген адам ішкі жан дүниесі өзгереді, қыздар. Сол өзгеріске сіздер дайын болу керексіздер. Жаңағы егер де сіз мысалға айтады ғой, зона комфортадан шыға алмайтын болсаңыз, ол адам, мысалға сондай партнер келеді ғой, сіз айтасыз, давай, жасайық, но ол өзінің орнынан қимылдағысы келмейтін адам болады. Либо ол зона комфортадан шыққысы келмейтін адам, немесе ол адам жаңағы әлі бұл бизнеске миы жетпеген деген сөзді. Миы жетпеген дегенде мен миы кем деп айтып жатқан жоқпын. Просто бұл бизнеске де дайын болу керек адам. Мысалға трансформация, мынау жаңағы айтып жатқан трансформациядан адам өту керек. Сіздер қалай айтсам болады, бұл бизнеске келген кезде сіз тек қана ақша алу үшін келмейсіздер ғой, қыздар. Сіз мынандай керемет өзгерістен өтесіздер, иә. Сондықтан бұл өзгеріске де дайын болу керек, қыздар. Поэтому сізге көп адамдар, почему сетевой бизнеста, мысалға, айтады, 100%-дің ішінен 90%-ы кетіп қалады бұл бизнестен. Себебі ол адамдар мынандай өзгеріске дайын болмау керек. Сетевой бизнес дегеніміз ол бірінші очередь өзіңізбен бірге жұмыс жасау, өз-өзіңізге сенімді білу. Вот представьте, да, сіз қандай адам болу керек, чтобы артыңыздан сізге сеніп келген команда болу үшін. Сіз мықты адам болу керексіз ғой, сіз артыңыздан команда жүргізесіз. Керемет лидер болу керексіз. Біріншіден білімді болу керексіз, иә. Сондықтан көбісі ондай жаңағы қиыншылыққа шыдамайды, сондықтан кетіп қалады деген сөз. Бірақ оған әрине отказ деген мойымаймыз, себебі отказ ол бәрінде болады. Отказ дегеніміз ол вообще керемет зат деп мен айтам. Маған новичок айтып жатады, мен 3 адамға айттым, 5 адамға айттым, бәріне айттым туысқаным, маған бәрі отказ берді деп айтады ғой маған. Мен айтам, керемет емес пе, бәрі отказ берді, зато бәрі біледі сіз осы бизнесте екеніңізді деп. Отказ берген ол не страшно, қыздар. Сіздің жаңағы арманыңызға жету үшін сол отказдардың арқасында сіздер өсесіздер, қыздар. Сондықтан отказдан қорықпаймыз. Отказ ол бәрінде болады. Ең үлкен біздің төбеміздегі лидерлерде де болады. Жаңағы өте керемет сөз бар. Oriflame для всех, но не все для Oriflame деп. Сол сияқты ол адамға мысалға 2-3 айдан кейін мүмкін тағы предлагать етіп көресіз бизнесті. Себебі сетевой бизнеске бағана бір Ирсананың қызық сөздерін естіп қалдым. Ирсана Магомадова деген жаңағы лидер. 4 рет предлагать ету керек екен отказ берген адамға. Представьте, қыздар, 4 рет предлагать етесіз бизнесті. Мысалға бір рет предлагать еттіңіз, ол отказ берді. Мысалы, біз қалай жасаймыз? И болды, ол отказ берді, болды, ол істемейді деп айтамыз. Оказывается, ол адамға постоянно айтып тұру керек екен. 4 рет предлагать ету керек екен. Сол 4-ші рет ол уже тіркеледі екен, қыздар. Сондықтан жаңағы отказ берген адамдарға қайтадан предлагать етіңіздер, қайтпаңыздар жолдан. Ол жаңағы отказ сіздің какой-то бір 3-4 отказ сіздің үлкен мақсатыңызға, үлкен жаңағы алдыңызға қойып отқан армандарыңызға ол не емес қой, кедергі емес қой деп есептеймін. Ал енді сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады, қыздар. Сұрақтарыңызға жауап берейін. Тіл байлық, қыздар, мен де бұл бизнеске күшті сөйлеп келген жоқпын, қыздар. Бұл бизнеске де бәрін үйренесіздер.
уақыт өте келе бәріне үйренесіздер. Сөйлеуді де үйренесіздер. Сұрақтарыңыз болса, қыздар, сұрақтарыңызды қоя қойыңыздар. Компания жайлы сұрақ болса, мен сіздерге жауап беремін. Я. Дұрыс айтасыздар. Отказ берген адамдарға қайтадан предлагать етіп көреміз, қыздар. Себебі ол адам, мысалға, қалай айтсам болады, бір рет отказ берді сізге, но бір рет отказ берді дейік, иә? Бірақ нете алмай қалды. Кейін ойланып, бірақ сізге тіркелуге бата алмай жүр, иә? Сондықтан сондай адамдар да болады. Верификация дегеніміз, ол сіздің